Алдыңғы бөлімде үйімнің тура алдына жаңа көршілер көшіп келген болатын. Мен сол жаңа көрші қызға бір көргеннен ғашық болып, оны кездесуге шақырмақ болып үйіне бардым. Сосын үйден көрші қыз емес, оның ағасы шығып, тура сол жерде менің быт-шытымды шығарған болатын. Бүгінгі видео дәл осы жерден жалғасатын болады. Сендер видеоны жалғастырмастан бұрын осы видеоға лайк басып, комментарийға Нурислам братан топ деп жазып кетіңдер. И сосын өтініш тіркелуді ұмытпаңдар. 25 мың подписчикке жетсек, келесі видеоны тез шығарам. Мынау тірімі өзі. Нурислам, сенде бәрі жақсы ма? Ана братаның удары қатты екен, басыма ауырып жатыр. Точно тірім бе өзі? Бас. Ажар, тірі екенсің ғой әйтеуір. Иә, тірімін ғой. Анау ағаңның удары қатты екен, әңгімемді соңына дейін тыңдамай ұра салған несі? Ой, ренжімеш, ағам сондай қатал адам. Ой, жоқ, оның несіне ренжим? Мен басында айтуым керек еді, саған келмей-ақ қойды. Қой, мен кетейін, қазір ағаң тағы да шығып қалса. Негізі ағам ауылға кетіп қалған. Ауылға кетіп қалған дейсің ба? Тағы да біраз сөйлесе тұрсақ болады негізі. Не ғой, мені не үшін шақырмақшы болған едің негізі? Не үшін шақырғанда былай ғой. Сен менімен кездесуге шығам деп едің ғой, сол қай уақытта шығамыз кездесуге? Кездесу ма, ертең шығайық онда. Ертең дейсің ба? Давай онда. Жарайды онда, тым кеш болып кетті, мен үйге кірейін. Не ғой, тоқтай тұршы. Айта бер. Ертең сені кездесуге шақырсам, тағы да ағаң шығып қалмай ма? Айтпақшы, ол бар екен ғой. Онда телефон номеріңді алып алса, шақыратын кезде хабарласасың. Давай, айт номеріңді. 8771. 8771, сосын 000-0101. Все, жазып алдым. Жарайды, сау бол онда, мен кеттім. Қой, қайттым онда мен үйіме. Ертең кездесуге баратын болдым. Ағасынан тайғы жеп қалғаным болмады, зато кездесуге баратын болдым. Енді ертең кездесуге бару үшін ерте тұру керек. Барып ұйықтайын тез. Ертең шынымен де кездесуге барам ба? Өмірімде бірінші рет барайын деп жатырмын кездесуге. Тезірек ертең болса екен. Ұйықтайын онда мен. Уже таң атып қалған ба? Қой, мен тұрайын, бүгін маған кездесу емес па? Телефонды қайда қойып едім өзі? Мында тұр екен ғой. Сағат уже 12 болып кеткен ба? Мен бүгін кездесуге дайындалу керек едім ғой негізі. Уақыт жоқ, кеттім мен тез. Будильник қоюды ұмытып кетіппін ғой, тез киім алу керек енді маған. Әпше, саламатсыз ба? Мен бүгін кешке қызбен кездесуге бара жатқан едім. Сол енді киім сатып алу керек болып тұр. Қызбен кездесу дейсің ба? Сен киіну бөлмесіне бара бер. Мен білемін саған қандай киім керек екен. Жарайды онда. Арада 15 минут өткен соң. Саған шлишкім красавчик болып кеттім мен. Міне, жарасып ақ кетті. Тіпті мен де сынып қалдым ғой саған. Кездесуде қызың точно сынады. Рахмет сізге, мен кеттім онда. Тоқта, кездесуге осылай қырғол бармақшысың ба? Енді басқа не апаруым керек? Тоқта, еш жерге кетпей күте тұр. Кездесуге қырғол бара жатқан нес? Қызығы мынау адам. Мынау вообще қайда кетіп қалды? Әпше, мынау гүл маған ба? Қайдағы саған? Кездесетін қызыңа бұл. Қанша теңге болады бұл? Жоға, бұл гүл саған тегін. Ала ғой. Шын айтып тұрсыз ба? Әрине шын айтып тұрмын. Мен білем ғой, қыз болған соң қыздарға не ұнайтынын. Рахмет сізге, енді тек сізден ғана киім алам. Мен кеттім онда, сау болыңыз. Так, мен дайынмын, енді Ажарды шақыру керек. Анау Ажардың ағасы емес па? Бүгін ауа райы детский болып тұр ғой. Тоқташ, анау кешегі көрші бала емес па? Көрші! Йо-майо, анау мен шақырып жатты ма? Ажармен кездесейін деп жатқанымды біліп қойған жоқ па екен? Мынау маған кешегіден кейін ренжіп қалған ба? Жарайды, өзім бара салайын қасына. Йо-майо, анау маған келе жатты ма? Мынау точно барлығын біліп қойған, біттім мен. Жоқ, братан, сен дұрыс түсінбей қалдың. Мен кездесуге бара жатқан жоқпын. Не айтып кеттің өзі? Қандай кездесу? Мынау әлі кездесу жайлы білмейтін сияқты ғой. Не ғой, айтайын дегенім, кешегім үшін кешір. Мен оған ренжіген жоқпын. Бопты онда ренжімесең. Бірақ ескертем, тағы да қарындасымның қасынан көрсем, аямаймын. Жақсы, жарайды, сау бол онда, мен кеттім. Ештеңе білмейді екен ғой әйтеуір. Қой, мен Ажарға тез звондап шақырайын. Мәссаған, сондай әдемі болып тұрдың ше. Кім звондап жатқан? Алло, Ажар, мен ғой Нурислам. Нурислам, айта бер. Кездесу жайлы хабарласып отыр едім, қашан шығасың? Мен қазір шығам, болды, күте тұр. Жарайды, мен сені күтіп отырмын сыртта. Нурислам, уже келіп қойған ба? Как раз әдем болып тұр едім, кеттім, шығайын мен далаға. Қатты қобалжып тұрмын ше. Шықты Ажар үйінен. Енді вообще тармай істетпеу керек маған. Сәлем, ұзақ күтіп қалған жоқсың ба? Сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Мен де жақсымын. Мынау саған. Вау, қандай күшті. Рахмет, маған қатты ұнады. Ұнағанына қуаныштымын. Жарайды, онда тез машинаға отырып кетейік, әйтпесе тағы да ағаң шығып қалса. Ладно, кеттік. Түсімде бір қыз көрдім, құрдым қызындай.
Эх, қандай видео салсам да рекке кірмейді. Болмаса ютубта тастай салам ау деймін. Ей, мынау Нұрислам ағай емес па? Неге жалғыз өзі мұңайып отырды, қазір сұрап көрейінші. Нұрислам аға, неғып мұңайып отырсыз? Неге мұңайып отырсың дейсің ба? Мен сол ютубқа тырысып күнде видео салып жүрмін, бірақ ешқандай видеом лайк, комментарий, подписчик жиналмайды. Енді сәл күтсеңізші, активіңіз көтеріліп қалатын шығар мүмкін. Ой, қойшы, күтіп шаршадым уже, ютубты тастаймын мен. Ей, тоқта, осы видеоны көріп отырған адам лайк басып комментарий жазып кетсейші, ютубты тастамайсың ба? Ой, қойшы, лайк басып комментарий жазған күннің өзінде маған ешкім тіркелмейді ғой. Білесің ба, 95% адамдар менің видеомды тіркелмей қарайды ғой. Енді айтсай, осы видеоны көріп отырған адамдар лайк басып комментарийға Нұрислам аға ютубтан кетпеңізші деп жазып, сосын тіркеліп кетсе, ютубтан кетпейсің ба? Енді тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап жатса, конечно, кетпеймін ғой ютубтан. Болды, көресің ғой, осы видеодан кейін адамдардың барлығы саған лайк басып комментарий жазып каналыңа тіркеліп кетеді. Білмеймін, бәрібір қолдамайтын сияқты мені ешкім. Бірақ егер осы видеоға 5000 лайк жиналса, келесі видеоны сразу шығарамын.